Әңгіме басталмай жатып лайк басуды, пікір қалдыруды ұмытпайық. Және әңгімені соңына дейін тыңдайық. Жұбайыма күтпеген жерден қуаныш сыйларын келіп, кофе сатып алдым да жұмысына бардым. Бірақ жұмыс бөлмесіне кіре бергенімде хатшы қыз алдымнан атып шығып, өңі бозарып, менің білегімнен шап беріп ұстай алды. «Кез, мына шкафтың ішіне кіріңіз», деп сыбырлады ол, есікті жауып жатып. Не болғанын сұрап үлгергенім де жоқ. 1 минуттан соң бөлмеге отағасы кіріп келді. Сәлден соң естіген сөзінен төбе шашым тік тұрып, денем мұздақ кетті. Тағдырдың жазу арнасына қош келдіңіздер. Бастамас бұрын бізді қай өмірден тамашалап отырғандарыңызды жаза кетіңіздер. Бұл біз үшін өте қызықты. Осы бір ғибратты хикаяны ықыласпен тыңдауларыңызға тілектеспіз. Саялы сол күні таңертең бойында баяғыдан бері сезілмеген ерекше бір қуанышпен оянды. Терезе сыртында жаңбыр сіркіреп, әйнек бетімен су тамшылары баяу сырғып жатыр. Ал үйдің іші жып-жылы әрі жайлы еді. Ол бір қырына аударылып, төсектің бос тұрған екінші жарына қарады да еріксіз жымиды. Бақдәулет әдеттегідей таң қараңғысынан жұмысқа кетіп қалған. Соңғы жылдары ол нағыз еңбекқор жанға айналды. Әсіресе соңғы уақытта тіпті қатты жұмыс істейтін болды. Жиын терім, кездесулер, іс-сапарлар, бұның бәрі олардың өмірінің ажырамас бөлігіне айналған. Саялы бұл ырғаққа баяғыда көнген, бірақ кейде оған жұбайының жылылығы мен бір кесе шай үстіндегі емін-еркін әңгімесі жетіспейтін. Ол орнынан тұрып, үй шапанын жамылды да ас үйге беттеді. Шәйнекті қосып, сөреден түймедақ гүлі бейнеленген сүйікті шынаяғын алды. Су қайнағанша керез алдына барып, желмен тербелген ауладағы әткеншекті бақылады. Осы пәтерге алғаш көшіп келгенде, Бақдәулеттен бірге осы жерде серуендеген кездері есіне түсті. Сонда ол әйелінің иығынан құшақтап, алдағы күндері оларды тек бақыт күтіп тұрғанын, ем жақсы өмірді сыйлайтынын айтып уәде берген еді. Сол кезде ол жұбайының әр сөзіне иланып, оған үлкен үмітпен қарайтын. Жанында осындай мықты, сенімді ер азаматтың болғанына риза болатын. Шәйнек сырт етіп өшкенде Саялы үстелге оралды. Ыстық суды құйып, шәйді салды да, ой үстінде қасықпен араластырып отырды. Соңғы кездері ол бір шаңырақ астында тұрсақ та, бір-бірімізге жат болып барамыз ба деген ойға жиі шоматын. Күйеуі таңмен кетеді. Кеш батар шаршап шалдыққан күйде оралады. Үндемей ас ішеді, жұмыс бөлмесіне кіріп кетеді. Сөйлесу деген мүлдем қалмаған. Жұмысың қалай деп сұраса, бәрі дұрыс, шаршадым деген қысқа қайырулар ғана еститін. Кейде ол күйеуінің бөлмесіне кіріп, диванның шетіне отырып, маңызды бірдеңе айтқысы келетін. Бірақ ол экраннан көз алмай, басын изей салатын. Саялы өзін өз үйінде артық сезініп, бөлмеден шығып кететін. Ол шайын ішіп болған соң сағатқа қарады. Таңғы сағат 10. Бүгін оның демалыс күні. Жай ғана жатып демалуға, хикая көруге, немесе үй шаруасымен айналысуға, сөреде 5 жылдан бері жинаусыз тұрған қораттарды реттеуге де болар еді. Бірақ іштей бір қайсарлық оянып, жағдайды өзгерткісі келді. Неге жұбайына жағымды сый жасамасқа? Оны әлде жақсы көретінін, әрқашан жанында екенін неге білдірмеске? Бәлкім, оған да қамқорлық пен назар жетіспей жүрген шығар. Бәлкім ол жұмыстан қажыған болар. Оған қолдау керек. Саялы тез киініп, сөреден ақ түсті жейдесімен қоңыр шалбарын таңдап алды. Айнаға қарап, өзіне риза болды. 50 жасқа келсе де, әлде тартымды көрінеді екен. Самайындағы ақ шаштары мен көз қиығындағы әжімдері болғанмен, жанары тірі әрі мейірімді. Бақдәулет бұрын оның көздерінің әдемілігін жиі айтатын. Шыны керек, соңғы рет қашан айтқаны есінде де жоқ. Ол сөмкесін алып, көлік кілтін ұстаған бойы пәтерден шықты. Сатымен түсіп бара жатып, бағытын жоспарлап үлгерді. Алдымен Бақдәулеттің сүйікті дәмханасына соғады. Онда дәмдеуіш қосылған ерекше кофе дайындайды. Ол әрдайым соны таңдайтын. Олар бұрын уақыт тапқан кезде сол жерге жиі баратын. Одан кейін кеңсесіне барады. Бұл нағыз тосын сый болады. Ол таңғалатын шығар, бірақ бұл жағынды таңғалыс болады ғой. Солай емес пе? Бәлкім, бірге түскі ас ішер. Саялы өзінің ескі көлігіне отырып от алдырды.
жаңбыр күшейе түсті. Көше бойымен жүріп келе жатып, кешкі асқа не әзірлейтінін ойлады. Бақдәулет оның пешке пісірген картоп қосылған тауық етін жақсы көретін, немесе жаңа бір ас түрін дайындап көру керек шығар. Дәмхана іші жаңа тартылған дән иісімен баяу әуенге толы екен. Сөреде алжапқыш киген жас бойжеткен күлімсіреп қарсы алды. Қайырлы, неге тапсырыс бересіз? Маған 2 кесе дәмдеуіш қосылған кофе беріңізші. Өзімізбен бірге алып кететіндей ыдысқа салсаңыз. Әрине, қазір дайын болады. 5 минуттай күтіп тұрды. Терезе сыртында адамдар қолшатыр астында асап барады. Көліктер жүріп жатыр. Қарт ана итін жетелеп, дүкен сөресіне қызықтап тұр. Бір жас шөп бір қолшатырдың астына тығылып күлсе, қасынан жүгіріп өтті. Саялының есіне баяғы кездері түсті. Олар да осылай армандайтын, болашаққа жоспар құратын. Қашан бұл сезімдер суи бастады? Қашан олар жай ғана бірге болуды қойды? Тапсырсыңыз дайын. Бойжеткен 2 кесе кофені ұсынды. Барлығы 2520 теңге болады. Рахмет, деді Саялы да ақшасын төлеп кофені алды. Ол сыртқа шығып, бір сәтке бетін жаңбырға тосты да, дереу көлігіне отырды. Кофе салынған кеселерді орындықтардың ортасындағы тірекке қойып, от алдырды да, Бақдәулеттің кеңсесі орналасқан іскерлік орталыққа қарай бет алды. Жолға 20 минуттай уақыт кетті. Ол асықпай, жол көрсеткішке қарап, абайлап айдап келді. Бұл маң оған таныс еді. Бұрын Бақдәулет ұмытып кеткен құжаттарын әкеліп бергенде, немесе көлігі жөндеуде болған сирек күндері оны жұмыстан күтіп алғанда, осы жерге 1-2 рет келген болатын. Іскерлік орталығы сұраспан бейнеленген, айналы терезелері бар, заманауи биік шыны ғимарат еді. Саялы көлігін жақын маңға тоқтатып, кеселерді қолын алды. Жаңбыр басылып, сіркіреп қана тұр екен. Ол кіреберіске барып, ауыр айналмалы есікті итеріп ішке кірді. Ғимараттың іші ауа салқындатқыштың лебімен, мәрмәр еденмен және биік төбесімен қарсы алды. Іштен қымбат әрі іскерлікке дән иіс сезіледі. Күзет бөлімінде киімдегі ер адам отыр екен. Саялы жақындағанда ол басын көтерді. Қайырлы күн, кімге келдіңіз? Бақдәулетке, 7-ші қабатқа. Саялы жымиып жауап берді. Мен оның жұбайымын. Күзетші құжат сұрамастан басын изеп, жеделсаты жақты нұсқады. Өте беріңіз. Саялы алғысын айтып, жеделсатыға қарай беттеді. Іште қабырға бойы үлкен айна тұр екен. Саялы өз бейнесіне қарады. Кішкене қобалжыған жүзі, жаңбырдан суланған шаштары. Шашын қолмен реттеп, терең тыныс алды. Бәрі жақсы болады. Бұл тек тосынсый ғой. Бақдәулет қуанып қалады, деп ойлады. Жеделсаты дыбыссыз ғана 7-ші қабатқа көтерілді. Есік ашылғанда алдынан тып-тыныш қаңыраған дәліз шықты. Қабырғалары ақшыл сары түсті. Онда жиектемеге салынған түрлі суреттер ілулі тұр. Аяқ астындағы жұмсақ кілем жүрісінің дыбысын білдіртпейді. Саялы тегімен қызметі жазылған бірнеше есіктің қасынан өтті. Заңгерлер, есепшілер, жетекшілер. Ақыры ол өзіне керек. Бақдәулет даму жөніндегі басқарушы деген жазуы бар есікті көрді. Жүрегі әдеттегіден жиі соға бастады. Несіне қобалжыдым, деп ойлады ол. Бұл жұбайыма жасаған кішкене ғана сыйлығым ғой. Ол есікті итеріп қабылдау бөлмесіне кірді. Бөлме шағын әрі жайлы екен. Терезе алдындағы үстелде 40 жастардағы, шашын ұқыпты жинап, қара көк костюм киген хатшы Күнсұлу отыр екен. Саялы оны бұрын күйеуіне шаруалармен келгенде 1-2 рет көрген. Күнсұлу әрдайым сыпайы, бірақ салқын қанды. Кек жұмысын білетін адам болып көрінетін. Қабырғада дипломдар мен куәліктер ілулі. Сөреде құжаттар толы қапшықтар тұр. Қайырлы күн, Күнсұлу. Саялы кофе кеселерін көрсетіп жымиды. Бақдәулетке кофе әкелгемін. Осындай тосынсый болсын дедім. Күнсұлу компьютерден басын көтергенде, Саялы оның жүзінің қалай қолып кеткенін байқап қалды. Жүзіндегі қан талшықтары қашып, өңі бірден бозарып кетті. Көзі бақырайып, еріндері дірілдеп, аздап ашылып қалды. Күнсұлу үстелден атып тұрған сондай, орындығы артына қарай сырғып барып, шкафқа соғылды. Пернетақтаның қасында тұрған шайын төгіп ала жаздап, соңғы сәтте ұстап үлгерді. Саялы. Оның дауысы әдеттегіден мүлдем бөлек, қарлығып әрі қобалжып шықты. Сіз келетініңізді ескертпеп едіңіз ғой. Бұл тосынсый ғой. Саялы мұндай реакциядан сәл абдырақ қалды. Ол барынша күлімсіреуге тырысты.
Бірақ Күнсұлудың жанарынан бірдеңені сезіп, жымиысы ерінде қатып қалды. Бірдеңе болды ма? Бақдәулет орнында ма? Күнсұлу үстелді айналып өтіп, оған қарай ұмтылды. Оның қимылдары тым шұғыл, тіпті үрейге толы еді. Ол Саялының шынтағынан шап беріп ұстай алды. Саусақтары мұздай әрі қатты екен, тіпті ауыртып жіберді. Саялы кофе кеселерін қолынан түсіріп ала жаздады. Тез, мына шкафқа кіріңіз. Күнсұлу Бақдәулеттің бөлмесінің есігіне жалтақтап қарап сыбырлай жөнелді. Бірдеңеден сескенгенде еді. Тезірек, өтінем, сізден өтініп тұрмын. Не болды, Күнсұлу? Не айтып тұрсыз? Саялы босап шықпақ болды, бірақ хатшы оны жібермеді. Өтінем, қазір ештеңе сұрамаңыз, кек айтқанымды істеңізші. Күнсұлу оны қабылдау бөлмесінің шетінде тұрған үлкен шкафқа қарай сүйрей жөнелді. Есігін жылқып ашты. Ішінде пиджактар, пальтолар мен қосалқы киімдер ілулі тұр екен. Іштен ағаштың, шанның және ер адамдарға арналған әтірдің иісі шығады. Өтінем, ішіне кіріңіз. Қазір бұл өте маңызды. Күнсұлудың дауысы дірілдеп кетті. Саялы хатшының көзіне қарап, оның жанарынан нағыз қорқынышты көрді. Бұл жай ғана ойын немесе әзіл емес еді. Нағыз, шынайы үрей. Оның жүзі қуарып, маңдайынан тер тамшылары көрінді. Қолдары дірілдеп тұрды. Бірдеңе дұрыс емес. Бірдеңе мүлден дұрыс емес. Күнсұлу, не болып жатыр? Маған айтыңызшы. Кейін түсіндірем. Өтінем сізге, қазір уақыт жоқ. Күнсұлу оны шкафтың ішіне итеріп жібергендей болды. Саялы қарсыласпастан ішке қадам басты. Қолындағы кофесін төгіп алмай, әрем ұстап қалды. Не болса да үндемеңіз, дыбыс шығармаңыз. Шкафтың есігі сырт етіп жабылды да, Саялы тас қараңғылықта қалды. Оның жүрегі сондай қатты соғып тұрды, тіпті оның дүсірі сыртқа естілетіндей көрінді. Ол киім ілгіштердің арасында кеудесіне біртіндеп суи бастаған кофе кеселерін қысқан күй тұрып қалды. Пальтолар мен пиджактар иығына, бетіне тиіп тұр. Іші тар әрі ыстық. Есіктің арасындағы жіңішке саңлаудан қабылдау бөлмесінің әлсіз жарығы көрінеді. Бұл не болғаны? Күнсұлу неге сонша қорықты? Өзі неге сөзге келмей жас балаша тығыла қалды? Бұл әрекеті ақылға қонымсыз. Тіпті күлкілі көрінгенімен, хатшы қыздың жанарындағы үрей шынайы еді. Саялы оған сенбеске амалы қалмады. Ол тынысын реттеуге тырысып, сыртқа құлақ тұрды. Шкафтың сыртынан тұншыққан дыбыстар естіледі. Күнсұлудың едендегі өкшесінің тықылы, қағаздардың сыбдыры. Сосын кіреберіс есіктің құлпы сырт етті. Қабылдау бөлмесіне біреудің нық, ауыр, әрі сенімді қадамдары естілді. Қайырлы күн, Бақдәулет мырза. Күнсұлудың дауысы тым жасанды, тіпті көңілді шықты. Ол өз рөлін ойнауға тырысқанымен қолынан келер емес. Жарты сағаттан соң серіктестермен сөйлесуіміз бар. Басталар алдында есіңізге салайын ба? Білемін, Күнсұлу, деп жауап берді отағасы. Саялы жұбайының дауысын бірден таныды, бірақ ол бұрынғыдан өзгерек шықты. Дауысы жеңіл, көңілді, тіпті бейқам естіледі. Ол Саялымен мұндай мәнерде сөйлеспегелі қашан? Бәлкім, еш қашан бұлай сөйлеспегенде болар. Маған қазір серік болды қосшы. Ақша аударымына қатысты кейбір жайттарды нақтылап алуым керек. Бұны көптің көзінше талқылағым келмейді. Жақсы, қазір қосамын. Қадамдар ұзақтай бастады. Бақдәулеттің жұмыс бөлмесінің есігі жабылды. Айналы тып-тыныш. Саялы қараңғыда кофе кеселерін қысып тұрып, не болып жатқан түсіне алар емес. Неге өз күйеуінен тығылуы керек? Күнсұлудың бұл істегені несі? Мүмкін Бақдәулеттің өте маңызды кездесуі бар шығар. Мүмкін ол ешкімнің кедергі жасаған қаламайтын болар. Онда неге хатшының көзінен соншалықты үрей көрді? Сәлден соң ол Бақдәулеттің жұқа қабырғаның арғы жағынан шыққан қатты, анық дауысын естіді. Ол дауыс зорайтқышты қосып қойған екен. Е, серік бол, қалайсың? Жардай қалай? Бөтен ер адамның қарлығыңға көңілді дауысы естілді. Бәрі дұрыс досым, тыңдашы. Сен Маржанға ақша аударуға көмектесем деп уәде беріп едің ғой. Қашан істей аласың? Ол осымен 3-ші рет хабарласып тұр. Шұғыл керек дейді. Бақдәулет қарқылдап күліп жіберді. Саялы демін ішінен алып, әр сөзге құлақ тұрды. Не ақша? Қандай Маржан?
Неге Серікбол әлде бір әйелге ақша аударуға көмектесуі керек? Осы аптада әдеттегідей аударам, Серік. Қапа болма. Отағасы мұны жай ғана дүкеннен нан сатып алуды талқылап жатқандай селқостықпен айтты. Саған түсіндірдім ғой. Сенің шотым арқылы ыңғайлы, ешқандай із қалмайды. Маржан мен балаға ақша керек. Әлиден спорттық үйірмесіне, тағы бірдеңесіне төлеу керек екен. Балалар солай, әрдайым бірдеңе сұрайды. Өзің білесің ғой. Саялының бойы мұздап, қаны басына шапты. Маржан, бала, Әли. Бақтөлет Серікбол арқылы бейтаныс әйел мен балаға ақша жіберіп отыр ма? Иә, бала деген шығын ғой. Өзім де білем, деді Серікбол. Бірақ сен бәрін жақсы ұйымдастырғансың. Мен арқылы аударасың. Ешқандай із жоқ. Шынымды айтсам мықтысың. Заңды әйелін Саялы қалай? Ештеңе сезбей ме? Саялының керлеген саусақтары шалбарының қалтасына қарай сырғыды. Телефон. Ол дыбыс шығармай, киім ілгіштерді соқпауға тырысып, телефонын шығарды. Экранды қосты. Жарық көзіне шағылысты. Дыбыс жазатын қолданбаны тауып, қызыл батырманы басты. Дәлел болсын. Кейін оның жалған сөйлеп ақталуына, бәрін басқаша жеткізуіне. Сен бәрін қате түсіндің. Бұл сенің ойымнан шығарғаның деп сендіруіне жол бермеу керек. Саялының саусақтары кеселерді қатты қысқаны сондай, пластмасса қақпақтар сықырлай бастады. Әйелі, бала, Маржан, Әли. Бұл не деген сөз? Қандай әйел? Қандай бала? Бақтөлет тағы да қарқылдап күлді. Бұл күлкіден ешқандай ұялу немесе өкініш сезілмейді. Бұл жақсы мәміле жасаған адамның көңілді дауысы еді. Қайдағы? Ол кім ыңғайлы адам Серікбол? Ешқашан артық сұрақ қоймайды. Егі жұмыста қатар істеп аттай шауып жүр. Менің атыма рәсімделген барлық несиелерді өзі төлеп жатыр. Ол бұл ақшаның бәрі біздің ортақ пәтерімізге, жөндеу жұмыстарына, болашағымызға жұмсалып жатыр деп ойлайды. Ал мен осы уақытта екінші отбасымды асырап отырмын. Осылай өмір сүріп жатқаныма 5 жыл болды. Бәрі сағаттай дәл жұмыс істеп тұр. Саялы айғайлап жібермеу үшін аузын қолмен басты. Екінші қолындағы кофе кеселері дірілдеп, ішіндегі ыстық сұйықтық шайқала бастады. Ол кеселерді түсіріп алып, өзін әшкерелеп алудан қорықты. 5 жыл. 5 жыл бойы ол өтірік айтып келген. 5 жыл бойы оның басқа әйелі, басқа баласы, басқаға өмірі болған. Саялы болса есі кеткенше жұмыс істеп, өзінен үнемдеп, болашағымыз үшін деп, сол бір қарғыс атқан несиелерге соңғы тиынына дейін беріп келді. Ей, Бақтөлет, сен нағыз қу екенсің, деді Серікбол таңданып. Оның дауысынан құрметке ұқсас бірдеңе сезілді. Шынын айтсам, менің бұған жүйкем шыдамас еді. Ал егер біліп қойса ше, не істейсің? Білмейді, деп сенімді жауап берді Бақтөлет. Оның дауысында ешқандай күмән жоқ еді. Ол маған сенеді, соқыр сеніммен сенеді, түсінесің бе? Аңқау, ақымақ, мені жақсы көреді. Біз бір отбасымыз деп ойлайды. Ал мен оны жай ғана пайдаланып жүрмін. Жақында соңғы шырынын сығып аламын да, пәтерді Маржанның атына аударам. Онда бәрі дайын тұр. Таныс нотариус көмектеседі. Құжаттарды өткен мерзіммен рәсімдеп аламыз. Ал Саялыға екеуміздің жолымыз екі бөлек. Сезіміміз суды. Біз әртүрлі адамдармыз деп айта саламын. Өркениетті ажырасу сияқты болады. Біраз жылап сықтар, сосын үйреніп кетеді. Өз күнін өзі көретін, қартайғанда жылы орын іздеген бір ақымақ шалды тауып алар. Ал мен мойнымдағы мына кәрі мәстектен құтылып, Маржан мен Әлимен тыныш өмір сүретін боламын. Саялы қараңғыда қозғала алмай тұрып қалды. Айналасындағы әлем тас-талқан болып пирап жатқандай еді. Әрбір сөз ішінен жұдырықпен ұрғандай ауыр тиді. Бұл сөздерді оның жұбайы айтып тұр. 25 жыл бойы жанындай жақсы көрген адамы. Ол үшін өз армандарынан бас тартқан, талып жығылғанша жұмыс істеген. Оның соғықтығы мен салқындығына шыдаған, мәңгілік бос еместігі мен шаршағанын ақтап келген азаматы. Жарайды Бақтөлет, мен кеттім, істер күтіп тұр, деп Серікбол сөзін аяқтады. Дауысы нық шықты. Давай, мықты бол, бәйбішеңді алдай бер, екінші отбасында асыра.
Маржанда менен сәлем айт. Сендер үшін қуаныштым деп жеткіз. Міндетті түрде жеткізен. Рахмет бауырым. Хабарласармыз. Сау бол. Сау бол. Байланыс қысқа дыбыспен үзілді. Саялы Бақдәулеттің үстелден тұрып, бөлме ішінде ары-бері жүргенін естіді. Қадамдары жеп-жеңіл. Тіпті мұрнының астынан әлдебір әуенді ыңылдап айтып жүр. Телефон жазуды жалғастырып жатыр. Экранда уақыт есептегіші баяу жылжып тұр. Ол шкафтың қабырғасына сүйеніп, біреудің пальтосына бетін басты. Ыстық жастары бетімен тыныш қана ағып жатты. Бірақ бұл өзін аяғандықтан шыққан жас емес еді. Бұл ыза, суық, күйдіріп бара жатқан, бүкіл болмысын билеп алған, қайнаған ыза. Бақдәулет бөлме ішінде жүре берді. Оның қадамдары, былғары креслоның сықыры, үстел тарпасының ашылған дыбысы естіледі. Бірдеңе іздеп қағаздарды сыбдырлатты. Саялы титтейде дыбыс шығарып, өзін әшкерелеп алудан қорқып қозғалмай тұрды. Қолындағы телефон жазуды тоқтатқан жоқ. Экранда кішкентай қызыл нүкте жыпылықтап тұр. Кофе кеселері әбден суық қалған. Ол әлі де оларды кеудесіне қысып тұр. Бұл құлаған әлемде ұстап тұруға болатын жалғыз нәрсе осы кофе сияқты көрінді. Бөлме есігі ашылды. Бақдәулет қабылдау бөлмесіне шықты. Күнсұлу, маған мына келісімшартты басып шығаршы, сосын кофе әкелші. Басым ауырып тұр. Қазір Бақдәулет мырза. Күнсұлудың дауысы тым қатаң шықты. Ол барынша сабырлы көрінуге тырысып тұрғаны байқалады. Қадамдар қайтадан бөлмеге қарай бағытталды. Есік жабылды. Саялы Күнсұлудың шкафқа қарай жақындаған баяу әрі жылдам қадамдарын естіді. Есік бірнеше елік ашылды. Саңлаудан хатшының бозарған жүзі көрінді. Саялы ханым, деп сыбырлады ол. Естідіңіз бе? Саялы сөйлеуге шамасы келмей, тек басын изеді. Тамағына өксікті қылып, ыза мен ауырсынудан булығып тұрды. Маған сондай ауыр. Мен сізге ертерек айтқым келген, бірақ қалай айтарымды білмедім. Маған сенбейді деп қорықтым. Ол бәрін басқаша жеткізеді деп ойладым. Кешіріңіз мені. Қашаннан бері білесіз? Саялының дауысы қарлығып, бөтен біреудікіндей шықты. Басынан бастап десем де болады. 3 жыл болды. Ол кейде менің көзімше де емін-еркін сөйлесетін, аса жасырынбайтын. Хатшыны үй ішіндегі мүліктей көріп, есепке алмайтын шығар. Сіз келгенде бірнеше рет тұспалдап айтқым келген, бірақ батылым жетпеді. Жауап қойыңыз, деп өтінді Саялы. Маған әлі де азғантай уақыт керек. Күнсұлу басын изеп есікті жапты. Саялы қараңғыда қалды. Ол дыбыс жазуды тоқтатып, файлды сақтады да, өзінің электронды поштасына, сосын бұлтты қоймаға жіберді. Сақтық үшін. Қолдары өздігінен қимылдап жатты. Миы суық, әрі анық жұмыс істеп тұрды. Ол өз емес, мүлдем басқа адамға айналып кеткендей еді. Бірнеше минуттан соң Күнсұлу Бақдәулеттің бөлмесіне кірді. Саялы оның дауысын естіді. Міне, келісімшарт пен кофе. Рахмет, тыңдаш. Менің әйелім хабарласқан жоқ па? Әдетте таңертең мазаны алатын еді. Бүгін тып-тыныш. Жоқ, хабарласқан жоқ. Күнсұлу өтірік айтты. Жарайды. Бәлкім бірдеңемен айналысып жүрген шығар. Есік қайтадан жабылды. Саялы шкаф ішінде тұрып ойланды. Суық, әрі есеппен ойланды. Енді қалай өмір сүрмек? Осындай жағдайдан кейін қалай өмір сүруге болады? 25 жылдық неке. 25 жыл бойы ол оған сенді, сенім артты, жақсы көрді. Олар лайықты өмір сүрсін деп, несиелерді төлеу үшін талып жығылғанша жұмыс істеді. Ал ол оны жай ғана сауын сиыр ретінде пайдаланған, өз мақсаттарына жетудің құралы қылған. 5 жыл бойы оның басқа отбасы, басқа әйелі, баласы, әлі есінде ұлы болған. Оны Саялының ақшасына асырап отыр. Ол ақшаны Саялы 2 жұмыста қатар істеп тапқан еді. Таңертеңнен түске дейін емханада мейірбике болып, сосын кеш батқанша жеке емханада кезекшілікте тұратын. Үйге шаршап шалдырып келгенде, Бақдәулет, мақсатымыз ортақ. Сәл шыдасақ бәрі жақсы болады деп алдайтын. Ал өзі сол ақшамен 2-ші отбасын бағып отырған. Пәтер. Ол пәтерді мына Маржанның атына аудармақшы. Олар бірге сатып алған, өзі тұрып жатқан, өз шамырағым деп санаған үйін.
Осы уақыт бойы ол әйелін тақырға отырғызып, соңғы шырынын сығып пайдаланған шүберектей лақтырып тастауды жоспарлап келген. Саялы бойына ыстық ызаның тарап жатқанын сезді. Қолдары жыдырық болып түйілді. Жоқ, бұлай болмайды. Ол қалағанына жете алмайды. Ол өзін қоқыс сияқты лақтырып тастауына жол бермейді. Жылап, өзін аяп отырмайды. Ол әрекет етеді. Тағы 20 минуттай уақыт өтті. Саялы Бақдәулеттің серіктестермен телефон арқылы сөйлесіп, келісімшарттың бөлшектерін талқылап жатқанын естіді. Дауысы сабырлы, іскер, сенімді. Ештеңе болмағандай, жаңа ғана өз әйелін қалай алдағанын және оны далада қалдыруды жоспарлағанын айтпағандай. Ақыры әңгіме аяқталды. Бақдәулет бөлмесінен шықты. «Мен түскі асқа кеттім», деді Күнсұлуға. «1 сағаттан соң ораламын». «Жақсы». Қабылдау бөлмесінің есігі ашылып жабылды. Дәліз бойымен алыстаған қадамдар басылды. Тыныштық. Саялы демін баяу шығарды. Күнсұлу шкафқа жақындап есігін ашты. «Ол кетті», деді ахан. Саялы шкафтан шығып, әлдеқашан суып қалған кофе кеселерін үстел үстіне қойды. Аяқтары үйіп, арқасы ауырып қалыпты. Өғін жазып, бетін қолмен сипады. Көздері қойғақ кеткен, жасы таусылған. Кек суық шешім ғана қалды. «Рахмет», деді ол Күнсұлудың көзіне тік қарап. «Мені тығып қойғаныңызға рахмет. Егер сіз болмасаңыз, мен шындықты ешқашан білмес едім». «Маған шынымен өте ауыр». Күнсұлу кінәлі жанармен қарады. «Мен ертерек айтуым керек еді». «Қолыңыздан келгенін істедіңіз. Мен сізді кінәламаймын. Ол кінәлі. Кек сол ғана». Саялы телефонын шығарып жазбаны көрсетті. «Менде айғақ бар. Бәрі жазылған. Әрбір сөзі». Күнсұлу басын изеді. «Енді не істемексіз?» «Әзірге нақты білмеймін. Бірақ ол мені өз өмірінен лақтырып тастай алмайды. Бұған жол бермеймін». Саялы отағасының жұмыс бөлмесінің есігіне қарай бұрылды. Оның құжаттарды қайда сақтайтынын жақсы білетін. Құпия темір сандықтың кілті де есінде. Бақдәулет оны ешқашан ауыстырмайтын. Бұл әйел затына керек емес дүние деп санайтын. Кемір сандық бөлменің бұрышында қағаз алатын жай ғана сөре ретінде бүркемеленіп, креслоның артында тұратын. «Кіруге бола ма?» деп сұрады ол Күнсұлудан. «Әрине, бірақ ол ерте оралып қалуы мүмкін». «Мен тез шығамын». Саялы ішке кірді. Бөлме кең. Терезесінен шаһардың көрінісі мен мұндалайды. Қара ағаштан жасалған ауыр үстел, былғары кресло, кітаптар мен қапшықтар тізілген сөрелер. Қабырғада диплом, бір мерекелік жиында түскен сурет ілулі. Үстел үстінде екеуінің бірге түскен суреті тұр екен. Саялы оны қолына алып қарады. 10 жыл бұрынғы сурет. Онда екеуі құшақтасып, бақыттан бастары айналып тұрғандай еді. Ол күнді Саялы әлі ұмытқан жоқ. Теңіз жағасына барып серуендеп, өздерін нағыз бақытты жандар сезінген. Немесе ол солай деп ойлаған. Саялы суретті орнына қойып, темір сандыққа жақындады. 2007 деген сандарды терді. Бұл олардың шаңырақ көтерген жылы еді. Құпия сандық сырт етіп ашылды. Ішінде құжаттар толы қапшықтар, келісімшарттар, банк үзінділері жатыр. Саялы қағаздарды тез-тез ақтарып, маңыздыларын іздей бастады. Пәтердің құжаттары, мінекей. Екеуінің атына ортақ рәсімделген пәтердің меншік құқығы туралы куәлікті алып, сөмкесіне салды. Неке қию туралы куәлікті де алды. Несие туралы келісімшарттар да осында екен. 1, 2. Саялы сандар мен мерзімдерге көз жүгіртті. Несиелердің көбі Бақдәулеттің атына алынған, бірақ кепілгі ретінде Саялы қол қойған. Демек жауапкершілік оның да мойнында. Сандықтың түкпірінде бір қойын дәптер жатыр екен. Ашып қарап еді. Жазбалар, белгілер, телефон нөмірлері және Маржан деген есіммен оның мекен жайы тұр. Саялы бұл бетті телефонына суретке түсіріп алды. Керек болып қалар. Ол темір сандықты жауып, бөлмені шолып шықты. Бәрі орнында тұрғандай. Бақдәулет әзірге ештеңе сезбейді. Саялы сыртқа шығып Күнсұлуға басын изеді. «Мен кеттім, тағы да рахмет». «Саялы ханым», деп тоқтатты оны хатшы қыз. «Егер сізге куәгер немесе түсініктеме керек болса, мен бәрін растауға дайынмын». Ол ашық сөйлескен кездерде мен де кейбір әңгімелерін жазып алғанмын.
Менде де кейбір деректер бар. Саялы оған таңдана қарады. Бұны не үшін істедіңіз? Өйткені бұл әділетсіздік. Сіз жақсы адамсыз, ал ол сізге тек бір зат сияқты қарайды. Мен бұған үнсіз қарап тұра алмадым. Рахмет сізге. Саялы Күнсұлуды құшақтап алды. Сіз өте батыл жансыз. Ол кеңседен шығып, жедел сатымен төмен түсті. Далада жаңбыр басылыпты. Аспан ашылып, күннің көзі жылт ете қалды. Саялы көлігіне отырып, құжаттар салынған сөмкесін қасына қойды. Көлікті оталдырғанмен бірден жүріп кеткен жоқ. Ойларын жинақтап біраз отырды. Енді не істемек? Қайда бару керек? Үйге барғысы келмеді. Оны көру, сөйлесу, ештеңе болмағандай кейіп таныту мүмкін емес еді. Оған нақты, әбден ойластырылған жоспар керек. Саялы телефонын алып, құрбысы Баянның нөмірін терді. Олар мектеп кезінен бері дос еді. Баян есепші болып істейтін, ақылды, әрі өмірге байсалды қарайтын жан. Алло, Саялы, деп жауап берді Баян. Сәлем, жағдайың қалай? Баян, маған сенің көмегің керек. Қазір саған барсам бола ма? Әрине келе ғой, не болды? Барған соң айтамын, бұл өте маңызды. Саялы телефонын орындыққа тастап тұрақтан шықты. Ойында тек қана 5 жылдық алдау деген сөздер ғана тұрды. Ол екі отбасын қалай бірдей ұстап келген? Уақытты қалай бөлген? Әрине, іс-сапарлар. Ол жиі 3-4 күнге, кейде бір аптаға іс-сапарға кететін. Жұмыс, кездесулер, келіссөздер деп сылтаурататын. Ал шын мәнде сол Маржанға, ұлы Әлиге барады екен ғой. Саялы оның сол сапарлардан қалай орылатынын есіне түсірді. Шаршаған, үндемейтін, бірден жуынуға барып, сосын компьютеріне жабысатын. Қайда болған, не істеген ешқашан егжей-тегжейлі айтпайтын. Ештеңе қызық жоқ, бәрі баяғыша деп құтылатын. Саялы болса сенетін. Аңқау еді. Ақша. Ол екінші отбасына қанша ақша жіберіп отырды екен? Олар ай сайын несиеге 480 мың теңгедей төлейтін. Және бұл тек несие ғана. Оған қоса пәтер ақысы, тамақ, киім-кешек бар. Саялы тиыннан тиым құрап, жеткізу үшін есі кеткенше жұмыс істеді. Ал Бақдәулет болса, айлығым аз, үнемдеу керек, заман қиындап кетті деп айтатын. Саялы өзінен үнемдейтін, ескі киімдерін киіп, дәрігерге баруды да кейінге қалдыратын. Ал ол болса, осы уақытта екінші отбасын асырап, баласына спорттық үйірмелерді төлеп, ойыншықтар алып берген. Саялының еңбегімен, денсаулығымен тапқан ақшасына басқа ел еш жұмыс істемей, үйде бала бағып отырған болуы да мүмкін. Бағдаршамның қызыл түсіне тоқтағанда, Саялы айнадан өз жүзіне қарады. Бозарған, көздері қызарған, жас іздері көрінеді. Ол бетін сүртіп, өзін қолға алуға тырысты. Қазір егіліп езілетін кез емес, мықты болу керек. Бұл жағдайдан жеңіліп емес, жеңімпаз болып шығуы тиіс. Бағдаршам жасыл түске ауысты. 20 минуттан соң ол Баянның үйіне жетіп, есігін қақты. Баян оны терезеден күтіп отырған ба, есікті бірден ашты. Саялының жүзіне қарап, бірдеңенің болғанын сезді. Ойбай, Саялау, не болған саған? Тез ішке кір. Олар ас үйге өтті. Баян оған бір кесе ыстық шай беріп отырғызды. Айта бер, не болды? Саялы бәрін айтып берді. Кофемен жасаған тосын сыйынан бастап, шкаф ішіндегі әңгімеге дейін 5 жылдық өтірікпен пәтерді басқа біреуге аудармақ болған жоспарын бәрін бүкпесіз жайып салды. Баян үнсіз тыңдап отырды. Жүзі қатайып кетті. Оңбаған, деді ол, Саялы сөзін аяқтағанда. Мен оны баяғыдан оғаш, суғадан деп ойлаушы едім. Бірақ мұншалықты деп кім ойлаған? Бұл нағыз арсыздық қой. Баян, енді не істеймін? Саялы құрбысына үміттен қарады. Неден бастардымды білмеймін. Заңгерден бастау керек, деді Баян нақты дауыспен. Дәл бүгін. Менің бір таныс заңгерім бар. Отбасылық істер бойынша нағыз маман. Қазір хабарласып сені қабылдай алама білейін. Ол телефонын алып, терезе жаққа барып сөйлесе бастады. Саялы шай кесесін құшақтап, бос кеңістікке қарап отырды. Өмірі қирап жатса да, ол іштей бір жеңілдік сезінді. Енді ол шындықты біледі.
Енді ол алданып отырмайды, әрекет етеді. Келістім, деді Баян оралып. Ол сені бүгін кешкі сағат 6-да қабылдайды. Аты Асқар. Өте тәжірибелі маман, саған көмектеседі. Рахмет, Баяным. Сен болмасаң не істер едім? Рахмет, Айкпа. Енді үйіңе барасың ба? Саялы ойланып қалды. Барам, бірақ заңгермен кеңеспейінше оған ештеңе айтпайым. Бәрін дұрыс істеуің керек. Ол ештеңені жасырып, ақшаны тығып үлгермеуі тиіс. Дұрыс айтасың. Сабырлы бол. Ештеңе білмейтіндей кейіп таныт. Әйтпесе ол сезіп қойып, әрекетін тездете бастайды. Олар тағы біраз отырып, құжаттарды, қаржылық деректерді қалай жинау керектігін талқылады. Саялы бәрін жазып алып, басын изеп отырды. Сезімдер кейінге сырылып, самасы салқын есеппен жұмыс істей бастады. 5 сағатта ол құрбысынан шығып, заңгерге қарай бет алды. Оның кеңсесі қала орталығындағы ескі ғимараттың 4-ші қабатында екен. Саялы сатымен көтеріліп, керекті есікті тапты да ішке кірді. Қабылдау бөлмесінде жас бойжеткен отыр екен. Қайырлы кеш. Мен Асқар мырзаға келген едім. Атым Саялы. Өте беріңіз. Ол кісі сізді күтіп отыр. Асқар мырза 50 жастардағы, шашына ақ кірген, жанары өткір адам екен. Ол үстелден тұрып, Саялымен қол алысып амандасты да отыруға ишарат жасады. Қайырлы кеш, Саялы ханым. Баян маған жағдайды қысқаша түсіндірді. Енді егжей-тегжейлі талқылайық. Ешбір деректі қалдырмай, бәрін рет-ретімен айтып беріңіз. Саялы оқиғаны басынан бастап қайта баяндады. Асқар мұқият тыңдап, кейбір тұстарын нақтылап сұрап, қойын дәптеріне белгілеп отырды. Ол сөзін аяқтағанда, заңгер креслосына шалқая отырып ойланып қалды. Әңгіме жазбасы өзімізде ме? Иә. Саялы телефонын шығарып, файлды қосты. Заңгер жазбаны тыңдап болып басын изеді. Өте жақсы. Бұл бұлтартпас айғақ. Енді құжаттарға келейік. Пәтердің меншік құқығы туралы куәлікті алдым дедіңіз ғой? Иә, мінекей. Саялы сөмкесінен қағаздарды шығарып үстелге қойды. Асқар парақтарды асықпай қарап шықты. Пәтер ерлі зайыптының екеуінің де атына рәсімделген екен. Бұл жақсы. Демек заң бойынша ажырасқан кезде мүліктен 2-ге бөлінеді. Ал егер ол үйді 3-ші тұлғаға аударуға әрекет жасаса, бұл алаяқтық. Біз кез келген мұндай әрекетке тосқауыл қоя аламыз. Ал несиелер ше? Деп сұрады Саялы. Көбіне мен кепілгермін ғой. Келісім шарттарды қарау керек. Егер қарыз алушы ол болса, ал сіз тек кепілгер болсаңыз, негізгі жауапкершілік соның мойнында. Бірақ ол төлемесе, банк сізге келуі мүмкін. Алайда біз бұл несиелердің отбасы қажеттілігіне емес, алдау мақсатында алынған дәлелдеуге тырысамыз. Яғни мен ол несиелерді төлемей қоя аламын ба? 100% кепілдік бермеймін, бірақ мүмкіндік жоғары. Әсіресе оның сізді пайдаланған мойындаған дыбыс жазбасы бізге үлкен көмек болады. Бұл салмақты дәлел. Енді айтыңызшы, соңында не нәтижеге қол жеткізгіңіз келеді? Саялы ойын жинақтап біраз үнсіз қалды. Мен ажырасқым келеді. Пәтерді немесе оның өзіме тиесілі үлесін сақтап қалғым келеді. Ол өз несиелеріне өзі жауап бергенін қалаймын. Және менің маңдай терімен тапқан бір тиыным да оған бұйырмас екен деймін. Асқар жымиып қойды. Бұл әділетті талаптар. Іске кірісеміз. Ертең мен ажырасуға және мүлікті бөлуге қатысты талап арызды дайындаймын. Сондай-ақ сот шешімі шыққанша, ол пәтермен ешқандай заңсыз әрекет жасай алмау үшін үйге бұғау қою туралы өтініш береміз. Сізге үйден барлық қаржылық құжаттарды жинау керек. Шоттар, түбіртектер, табыс туралы анықтамалар, отбасы үшін жұмсаған шығындарыңызды дәлелдейтін дүниенің бәрін әкеліңіз. Жақсы, бәрін жинаймын. Тағы бір жайт. Күйеуіңізге әзірге ештеңе айтпаңыз. Өзіңізді әдеттегідей ұстаңыз. Ол ақшасын тығып немесе мүлкін басқаға аударып үлгермеуі үшін бізге уақыт керек. Түсіндім. Олар тағы 40 минуттай егжей-тегжейлі сөйлесті. Саялы заңгерлік көмек туралы келісім шартқа қол қойып, алғашқы төлемін жасады. Кеңседен шығып бара жатып, ол өзінде бір ерекше сабырлықты сезінді. Иә, оның өмірі қирап жатыр,
бірақ ол бір орында отырып жылаған жоқ. Ол әрекет үстінде еді. Дала қараңғыланғанда ол кеңседен шықты. Көше шамдары жаңбырдан кейінгі ылғалал асфальтты жарықтандырып тұр. Көлікке отырып сағатқа қарады. 8. Бақтәулет үйге келіп, әдеттегідей кешкі асын күтіп отырған болар. Бұрын болса ол кешіккеніне уайымдап асығар еді. Енді бәрібір. Көлігін оталдырып, үйге қарай асықпай жүрді. Жол бойы өзін қалай ұстау керектігін ойлады. Сабырлы, табиғи, ештеңе болмағандай. Бұл қиын болады, бірақ ол өз болашағы үшін бұған шыдауы тиіс. Үйіне кіргенде терезелерден жарық көрініп, таныс иіс сезілді. Саялы есікті ашып, дәлізге өтті. Бақтәулет қонақ бөлмедегі диванда теледидар қарап отыр екен. Оның келгенін естіп бұрылды. Келдіңгі? Қайда жоғалып кеттің? Бірдеңе болды ма деп уайымдай бастап едім. Баянда болдым, деді Саялы бәтеңкесін шешіп жатып. Дауысы нық әрі сабырлы шықты. Көптен көрмеп едік, сөйлесіп отырып қалыппыз. Кешкі ас дайын ба? Қарным ашып кетті. Бұрын осы сөздер оның бойында тек күйеуін тезірек тамақтандыруға деген ниет оятатын. Енді ішінде ыза пайда болды. Оның жағдайында сұрамады, не істегеніне де қызықпады. Кек ас дайын ба? Қазір дайындайын, деді ол да ас үйге өтті. Томастықштан азық тіліп алып, көкөністерді турап табаны отқа қойды. Қолы жұмыс істеп жатқанмен ойы басқа жақта еді. Ол Бақтәулеттің әлгі әңгімедегі аңқау, ақымақ, кәрі мәстек деген сөздерін есіне алды. Ол үшін Саялының кім болғаны енді белгілі. Жай ғана құрал, ақша көзі. Жарты сағаттан соң кешкі ас дайын болды. Саялы дастархан жайып күйеуін шақырды. Ол келіп үнсіз тамаққа кірісті. Саялы оған қарсы отырып жүзіне қарады. Көп жылдан бері таныс бейне. Самайындағы ақ, көз қиығындағы әжімдер. Жас кезінде велосипедтен құлағанда иегінде қалған тыртық. Осы жүздің артында осыншама өтіріктің жасырылғанын қалай байқамаған? Дәмді екен, деді Бақтәулет шайнап жатып. Әдеттегідей, рахмет. Солай ма? Жақсы. Жұмысың қалай? Жұмыс сол баяғыша. Жиналыстар көп. Дүйсенбіде іссапарға кететін сияқтымын. Іссапар. Әрине, екінші отбасына Маржан мен Әлиге барады ғой. Түсінікті, деп басын изеді Саялы. Қашан кетесің? Дүйсенбі таңертең. Жұма күні кешке ораламын. Олар үнсіз тамақтанып болды. Бақтәулет орнынан тұрып, тәрелкесін жуғышқа тастады да, қонақ бөлмеге қайта барып жайғасты. Саялы ас үйде қалып, ыдыстарды жуып, үстелді сүртіп, бәрін орнына қойды. Сосын жатын бөлмеге өтіп, есікті жауып, кереуетке отырды. Баянға хабарлама жазды. Бәрі үшін рахмет. Заңгермен кездестім. Істі бастаймыз. Үйде бәрі тыныш. Өзімді ұстап отырмын. Жауап 1 минуттан соң келді. Жарайсың. Мен жаныңдамын. Бірдеңе болса, кез келген уақытта хабарлас. Саялы жатып көзін жұмды. Бірақ ұйқы келер емес. Ойында ортақ өмірлерінің әр сәтін қайта саралап, өзі байқамай қалған белгілерді іздеді. Олар болғанда шығар. Оның көзінше көтермеген қоңыраулар, оқып болып тез өшіріп тастаған хабарламалар, жұмыстағы келіссөздермен түсіндірілген кешігулер. Ол әр сөзіне сенді, артық сұрақ қоймады. Ертеңінде Бақтәулет әдеттегідей жұмысына ерте кетті. Саялы да жиналып, өзінің емханасына барды. Жұмыс оның ойын бөлуге көмектесті. Пациенттер, егу бөлмесі, құжаттар, бәрі өз арнасымен жүріп жатты. Бірақ іштей бір қобалжу, күту сезімі болды. Ол жақында бәрінің өзгеретін білді. Жақында Бақтәулет шындықтың ашылғанын естиді. Сонда нағыз шайқас басталады. 2 күннен соң заңгер Асқар хабарласты. Саялы ханым, құжаттар дайын. Ажырасу туралы талап арыз берілді. Пәтерді бұғаулау туралы өтініште қабылданды. Ертең күйеуімізге соттан шақырту келеді. Оның реакциясына дайын болыңыз. Жақсы, рахмет. Тағы бір жайт. Хатшы қыз Күнсұлу куәлік етуге келісті. Ол күйеуіміздің екінші отбасы туралы айтқан бірнеше әңгімесінің жазбасын берді. Бұл біздің ұстанымымызды нығайта түседі. Оған менің алғысымды жеткізіңізші. Келесі күні Саялы жұмыста болғанда телефон шырылдады. Бақтәулет.
Ол экранға қарап терең тыныс алды да тұтқанын көтерді. Бұл не деген? Соттан келген шақырту. Оның дауысы ашулы әрі зор шықты. Не істеп жүрсің өзің? Ажырасуға арыз бердім деп сабырмен жауап берді Саялы. Мына қойылымды тоқтататын уақыт келді. Саялы, жынды болдым да? Не деп тұрсың? Мен бәрін білетінімді айтып тұрмын. Маржан, Әлитли туралы. 5 жыл бойы мені қалай пайдаланғанын туралы бәрін білемін. Тұтқанын арғы жағында ұзақ, ауыр тыныштық орнады. Сосын, саған кім айтты? Қайдан білдің? Оның маңызы жоқ. Маңыздысы, менде сенің әңгімеңнің жазбасы бар. Әрбір сөзің. Менен қалай ақша сығып отырғанымды, мені аңқау ақмақ деп мақтанғанымды, пәтерді көңілдесіне аудармақ болғанымды, бәрін өз құлағыммен естідім. Бәрі жазылған. Тағы да тыныштық орнады. Оның ауыр тынысын телефон арқылы естіп тұрдым. Саялы, бұл сен ойлағандай емес. Жоқ, Бақдәулет, бұл дәл мен ойлағандай дүние. Заңгерім барлық құжаттарды өткізіп қойды. Пәтер бұғауланды. Оны енді ешкімге аудара алмайсың. Несиелерді өзің төлейсің. Ал мен ажырасып, өз үлесімді аламын. Бұл ісіңе әлі өкінесің. Оның дауысынан қоқанлық сезілді. Мен сені тақырға отырғызудың жолын табамын. Көреріміз, деді Саялы да тұтқаны қоя салды. Қолдары сәл дірілдегенмен, іштей бір нық сенім ұялады. Ол бәрін айтты. Айғайламай, жыламай, түсіндірді өтінбей, тек деректерді айтып, әңгімені аяқтады. Кешке үйге оралғанда Бақдәулеттің жоқ екенін байқады. Киімдерінің бір бөлігі, тіс жуғышы, жұмыс бөлмесіндегі құжаттар жоғалтты. Ол көшіп кетіпті. Жақсы болды. Солай тіпті оңай. Саялы пәтердің ішін аралап жүріп, ерекше жеңілдік сезінді. Мұнда енді оның суық жүзі, салқындығы жоқ. Тек өзі және тыныштық қана қалды. Сабырлы, мөлдір тыныштық. Ертеңінде ол заңгер Асқармен қайта кездесті. Заңгердің айтуынша, Бақдәулет те өз қорғаушысын жалдап, пәтердің жартысын талап етіп, және несиелердің бір бөлігі ортақ мұқтаждыққа жұмсалды деп дәлелдеуге тырысып, қарсы арыз беріпті. Ол аяғына дейін шайқасады деп ескертті заңгер. Бірақ біздің ұстанымымыз мықты. Дыбыс жазбасы, хатшының куәлігі, сіз жинаған банк үзінділері, бұның бәрі оның сіздің есебіңізден екі жақты өмір сүргенін дәлелдейді. Сот қанша уақытқа созылуы мүмкін? 3-4 ай. Егер ол әдейі созбалақтаса, одан да көп болуы мүмкін. Бірақ біз жеңеміз. Саялы басын изеді. 3-4 ай. Ол шыдайды. Бір апта өтті. Бақдәулет бірнеше рет хабарласып, хат жазумен болды. Алдымен сес көрсетті. Сосын жалынып, бәрін түсіндіргісі келетінін айтып, кездесуді өтінді. Саялы жауап бермеді. Бір күні ол үйінің алдында аңдып тұрып, алдынан шықты. Саялы, бұрыстап сөйлесейікші, екіміз де ересек адамбыз ғой. Сөйлесетін ештеңе жоқ, деді ол күйеуінің қасынан өте беріп. Бәрін сот шешеді. Сен менің өмірімді құртып жатырсың. Менің отбасым, балам бар. Саялы күлт тоқтап оған бұрылды. Көзіне тік қарап тұрып. Сенің отбасың осы жерде. Менімен бірге 25 жыл болған еді. Бірақ сен оны өз қолымен қиратуды таңдадың. Енді ісіңнің зардабын өзің тарт деді. Ол артына бұрылмастан кетіп қалды. Бақдәулет есік алдында дәрменсіз күйде қала берді. Баян оған күн сайын қолдау көрсетіп отырды. Екеуі кездесіп, шай ішіп әңгімелесетін. Құрбысы құжат жинауға, қағаздарды тексеруге көмектесіп, көңілін аулады. Саялының бойында күмән туа бастағанда, сен бәрін дұрыс істеп жатырсың. Ол сенің кешіріміне лайық емес. Ол саған лайық емес деп басу айтатын. Күнсұлуда хабарласып, жағдай сұрап, көмегін ұсынып тұрды. Осы әйел болмаса, Саялы әлі де талай жыл алданып жүре берер ме еді? Күндер, апталар жылжып өтті. Сот айдың соңына белгіленді. Саялы сотта не айтатынын, өзін қалай ұстайтынын іштей қайталап дайындалды. Асқар бәрі жақсы болатынына, дәлелдердің өз жақтарында екеніне сендірді. Сонымен алғашқы отырыс күнде келіп жетті.
Саялы сотқа қара костюм киіп, құжаттарын қолтықтап келді. Бақдәулетте өз заңгермен дәлізде отыр екен. Саялыны көргенде ол теріс айналып кетті. Отырыс 1 сағаттай созылды. Судья екі жақты тыңдап, құжаттарды зерттеп, дыбыс жазбасын тыңдады. Оның жүзінен ештеңе байқалмағанмен, Бақдәулеттің әйелін қалай пайдаланғаны туралы сөздерін естігенде, қабағы түйіліп кеткен Саялы аңғарды. Отырыс 2 аптаға шегеріледі. Осы уақыт ішінде банк операцияларына сараптама жүргізіп, куәгерлерді шақырамыз, деп жариялады судья. Келесі отырыс 12-ші жылдызда болады. Залдан шыққанда Бақдәулет жақындамақ болып еді. Бірақ заңгері оны тоқтатып қалды. Саялы оған бұрылып та қараған жоқ. Бәрі жақсы болып жатыр, деді Асқар 1-ші қабатқа түскенде. Судья анық біздің жағымызда. Дыбыс жазбасы үлкен әсер етті. Енді сараптаманы күтеміз. Ол ақшаның қайда кеткенін көрсетіп, күйеуіміздің 2-ші отбасын асырағанын растайды. Бұл оның айтқандарын тас-талқан етеді. Саялы сот ғимаратынан сыртқа шықты. Күн жарқырап, жылы жел есіп бір екен. Телефонын алып, баянға жазды. 1-ші отырыс қалыпты өтті. Судья мені қолдайтын сияқты. Жауап лезде келді. Мен білгенін, шыда құрбым, бәрі тез арада аяқталады. Саялы телефонын салып көлігіне беттеді. Я, жақында бәрі бітеді. Ол еркіндікке шығады. Өтіріктен, сатқындықтан, оны аңқау ақымақ деп санаған адамнан құтылады. Ол жаңа өмір бастайды. Оны бағалайтын, біреудің бақыты үшін есі кеткенше жұмыс істеудің қажеті жоқ өмірге қадам басады. Алда әлі сот процестері, қиындықтар бар еді. Бірақ ең қорқыныштысы артта қалды. Ол шындықты білді, оны қабылдады және әрекет ете бастады. Бұл жеңіс. Келесі отырысқа дейінгі 2 апта өте баяу жылжыды. Саялы жұмысқа барып, бос пәтеріне оралып, өзіне ас дайындап, теледидар қарап жүрді. Өмір өз арнасымен ағып жатқанмен, іштей бір қобалжу бар еді. Күн сайын поштасын тексеріп, заңгерге хабарласып, сараптаманың барысын сұрайтын. Ақыры Асқар хабарласты. Саялы ханым, сараптама дайын. Нәтижесі біздің пайдамызға. Соңғы 5 жылда жұбайыңыздың шоттарынан Маржан Кирова есімді азаматшаның шотына 18 миллион теңгеге жуық ақша аударылыпты. Ай сайында тұрақты төлемдер. Бұл отбасы бюджеті есебінен 2-ші отбасын асырағанның айқын дәлелі. 18 миллион, деп қайталады Саялы, іштей ашуы қайталаулап. 18 миллион теңге. Иә, оған қоса біз Бақдәулет пен Кированың арасындағы электронды поштадағы хаттарды таптық. Ол Маржанның атына пәтер сатып алуды талқылаған. Сіздердің мүліктеріңізді аударуды жоспарлаған. Бұның бәрі сотта көрсетіледі. Оның хаттарын қалай алдыңыздар? Хатшысы Күнсұлу жұмыс поштасына жол ашып берді. Бұл заңды. Өйткені пошта мекеменікі, ал ол әкімшілік құққа ие болған. Саялы жымиды. Күнсұлу тағы да көмектесті. Рахмет оған. Келесі отырыс таңғы сағат 10-да басталды. Саялы тағы да сабырлы, жинақы күйде келді. Бақдәулет өз орнында бозарып, көздері ісіп отыр екен. Соңғы аптада ұйқысы бұзылғаны көрініп тұр. Судья сараптама қорытындысын оқыды. Бақдәулеттің заңгері ақшаның жеке себептермен аударылғанын айтып, опасыздықты дәлелдемейді деп қарсылық білдірбеді. Судья оны тоқтатып тастады. Сіздің қорғауыңыздағы азамат пен Кирова азаматшасының арасындағы хаттар ұзақ уақыттық сезімдер мен ортақ өмір жоспарларын айқын көрсетеді. Хабарламаларда олардың ортақ баласы туралы айтылған. Бұл жеке себеп емес. Бұл заңды жарының есебінен жасырын отбасылық өмір сүру дерегі. Сосын Күнсұлуды шақырды. Хатшы қыз залға кіріп, куәгерлер орнына отырды. Ол қобалжығанмен сөзіне нық еді. Судьяның сұрақтарына жауап бере отырып, Бақдәулеттің 2-ші отбасы туралы әңгімелерін талай естігенін, оның әйелін қалай пайдаланып, мүлкін тартып алуды жоспарлаған ашық айтқандарын растады. Бақдәулет басын төмен түсіріп отыра берді. Жауапкердің өзін қорғау үшін айтар сөзі бар ма? Деп сұрады судья. Бақдәулет басын көтеріп Саялыға қарады. Оның жанарында ашу мен өкпе, сонымен бірге дәрменсіздік бар еді. Мен Маржанды жақсы көремін.
деді ол ақырын. Онымен бірге болғым келді, бірақ Саялыны жай ғана тастап кете алмадым. Бәрін ешкім зардап шекпейтіндей реттеген келген еді. Оның орнына сіз өз әйеліңізді 5 жыл бойы алдап, отбасы қаражатын басқа әйелге жұмсап, заңды жарыңызды баспанасыз қалдыруды жоспарлағансыз, деді судья қатал дауыспен. Сот шешімі: Бақдәулет пен Саялының некесі бұзылсын. Мекенжайы бойынша орналасқан пәтер Саялының меншігінде қалсын. Бақдәулеттің атына рәсімделген барлық несиелер оның жеке міндеттемесі болып танылсын. Саялы ханымның қолы алаяқтық жолмен пайдаланылғаны дәлелденгендіктен, ол кепілгерлік міндетінен босатылсын. Бақдәулет Саялы ханымға моральдық шығын ретінде 3 миллион теңге өтемақы төлеуге міндеттелсін. Сот шешімі түпкілікті. 1 ай ішінде шағым түсіруге болады. Судья балғамен үстелді ұрды. Бәрі аяқталды. Саялы болып жатқан жағдайға сене алар емес. Ол жеңді, пәтер өзінде қалды. Несиелер енді оның бас ауруы емес, оған қоса өтемақы да өндірілді. Ол жеңіске жетті. Асқар оның иығынан демеп: «Құттықтаймын, енді сіз еркінсіз», деді. Саялы заңгерге бұрылғанда ғана жанарынан жастың қалай ағып кеткенін сезді. Бұл жеңілдеу мен қуаныштым, құлдықтан босаған жанның ыстық жас еді. «Бәрі үшін сізге рахмет». «Ештеңе емес, сіз бәрін өзіміз істедіңіз. Мен тек заң тұрғысынан көмектестім», деп жауап берді Асқар. Олар сот залынан шықты. Дәлізде Бақдәулет өз қорғаушысымен тұр екен. Саялыны көргенде ол оған қарай адымдады. «Саялы, тоқташы, сөйлесейік». «Біздің сөйлесетін ештеңеміз қалмады», деді ол нық дауыспен. «Сенің Маржаның мен Әлиің бар. Солармен бірге өмір сүр, ал мен енді өзім үшін өмір сүремін». Ол артына қарамастан кетіп қалды. Бақдәулет дәлізде дәрменсіз, әрі бос қалған күйде қала берді. Сыртта Саялыны Баян күтіп тұр екен. Құрбысы оны қатты құшақтап: «Жеңдің бе?» деп сұрады. «Иә, бәрі менде қалды. Пәтерде, еркіндікте, болашақта. Мен сен үшін сондай қуаныштым. Жүр, бұл жеңісті атап өтейік. Мен тәтті сусындар мен дәнді тағамдар дайындап қойдым». Олар Баянның көлігіне отырып үйіне бет алды. Жол бойы Саялы терезеден шаһардың көркіне көз тастады. Көктемнің нағыз жайнаған шағы еді. Ағаштар бүршік жарып, адамдар жеңіл киіммен, жүздері бал-бұл жанып жүр. Әлем өз арнасымен ағып жатыр. Енді ол да осы әлемнің толыққанды еркін бөлшегіне айналды. Баянның үйінде олар дастархан басына отырды. «Сенің еркіндігің үшін», деді Баян шынысын көтеріп. «Бойыңнан күш тауып, жасымағаным үшін, соққыға төтеп бергенің үшін». «Еркіндік үшін», деп қайталады Саялы. Олар күліп ойнап бәрін еске алды. Кеңседегі сол бір күн, шкаф ішіндегі тығылыспақ, дыбыс жазбасы. Саялы қараңғыда тұрып, бүкіл өмірінің қалай қирап жатқанын тыңдаудың қаншалықты ауыр болғанын айтып берді. Бірақ қазір арада бірнеше ай өткенде, ол күннің соңы емес, жаңа өмірдің бастауы болғанын түсінді. «Енді не істейсің?» деп сұрады Баян. «Білмеймін. Бәлкім екінші жұмысымнан кетермін. Ақыры қалыпты өмір сүргім келеді. Демалысқа шығып теңіз көрсем деймін. Жаңа бір нәрсе үйреніп, курстарға қатысармын». «Өте дұрыс. Өзің үшін өмір сүр. Осы уақытқа дейін өзгелер үшін өмір сүріп келдің емес пе?» Саялы басын изеді. «Иә, ол Бақдәулет үшін өмір сүрді. Жұмыс істеді, үнемдеді, бәріне төзді. Енді бәрі өзгереді». Бірнеше күннен соң Саялы жеке емханадағы жұмысынан кетуге арыз жазды. Тек өзіне ұнайтын ұжымы жақсы мемлекеттік емханадағы мейірбикелік жұмысын ғана қалдырды. Енді несие төлеудің қажеті болмағандықтан жалақысы өзіне еркін жететін болды. Ол үйін ретке келтіре бастады. Бақдәулеттің алып кетпеген ескі жейделерін, галстуктарын, ол ешқашан оқымаған кітаптарын қоқысқа тастады. Қонақ бөлмесіндегі жиһаздардың орнын ауыстырып, ашық түсті жеп-жеңіл перделер сатып алды. Пәтері құлпырып, мүлдем басқа кейіпке енді. Енді бұл кек оның шаңырағы. Соттан кейін бір апта өткенде Күнсұлу хабарласты. «Саялы ханым, жағдайыңыз қалай?» «Жақсы, Күнсұлу. Сізге үлкен рахмет.
Сіз болмасаңыз, мен шындықты ешқашан білмес едім. Көмектесе алғаныма қуаныштымын. Мен де ол жерден кетіп қалдым. Оның ештеңе болмағандай жүргенін көруге шыдамым жетпеді. Қазір басқа мекемеге орналастым. Айлығым да жоғары. Кездесіп біргесе кофе ішсе қалай болады? Саялы күлімсіреп келісті. Келесі күні олар Саялы тосынсый жасамақ болып барған сол бір дәмханада кездесті. Өзімізді қалай сезініп жүрсіз? Деп сұрады Күнсұлу. Шынымды айтсам, еркінмін. Көп жылдан бері алғаш рет нағыз еркіндікті сезіндім. Сатқындық әрқашан ауыр тиеді. Бірақ бәрінің осылай болғаны жақсы болды. Әйтпесе, тағы 10 жыл алданып жүре берер медім. Арада бір ай өтті. Бақдәулет жоғары сотқа шағымданған жоқ. Сот шешімі заңды күшіне енді. Саялы қолына ажырасу туралы құжатты. Пәтердің тек өзіне тиесілі екенін растайтын куәлікті алды. Банкте оның несиелер бойынша кепілгерлік міндетінен босатылған туралы ресми хат жіберді. Ол диванда отырып, осы қағаздарды ұстап жымиды. Бәрі аяқталды. Ақыры Баян оның демалысқа жиналуына көмектесті. Олар Каспий жағасындағы Ақтау қаласын таңдады. Теңіз жағасындағы 2 апталық тыныштық. Саялы билет алып, чемодан жинады. Аттанар күні пәтерден шығып бара жатып, есік алдында тоқтап артына қарады. Жап-жарық, тап-таза пәтер. Оның өмірі, оның болашағы. Ол есікті құлыптап, жаңа өмірге қадам басты. Ақтауда күн жылы екен. Теңіз толқындары жағаға соғылып шулап жатыр. Саялы жағажайда жалаң аяқ жүріп, табанына тиген жылы құмды сезінді. Көптен бері қол тимей жүрген кітаптарын оқыды. Жүзіп, күнге киіп, балғын жемістер жеп, жай ғана өмірден ләззат алды. Бір күні кешке теңіз жағасында отырып Баянға хат жазды. Білесің бе, мен ажырасу мен сатқындықты өмірімнің соңы деп ойлап едім. Бірақ бұл жаңа өмірдің бастауы екен. Мен өзімді бағалай бастаған өмірдің бастауы. Жауап лезде келді. Мен сенің бәрін еңсеретінді білгенмін. Сен ойлағаннан да мықтысың. Демалыстан оралғанда ол өзін мүлдем басқа адамдай сезінді. Күш-қуаты тасып, жүзі нұрланып кеткен. Жұмыстағы әріптестерде өзгерісті байқады. Саялы ханым, сондай керемет көрінесіз. Не болды? Өмір басталды, деп жымиды ол. Ажырасқаннан кейін 6 ай өткенде Саялы сурет салу курсына жазылды. Ол жас кезінен сурет салуды армандаған еді, бірақ ешқашан уақыты болмаған. Енді уақытта мүмкіндік те бар. Кешкісін студияға барып, бояулармен, қарындашпен жұмыс істеуді үйренді. Бұл оның ішіндегі жиналып қалған сезімдерін шығаруға көмектесті. Ол жерде жаңа адамдармен танысты. Бір күні сабақтан соң оған бір ер адам жақындады. Жасы 50-лер шамасында, бойы ұзын, ақ шашты, жанары мейірімді жан екен. Кешіріңіз, мен сіздің жұмысыңызды байқап қалдым. Ерекше мәнеріңіз бар екен. Бойыңызда бір еркіндік, жеңілдік сезіледі. Ауыр жүкті тастап жіберген сияқтысыз ба? Қалай өзі? Саялы күліп жіберді. Дөп бастыңыз, тура солай жасағанмын. Менің атым Мейір. Саялы. Олар сөйлесіп кетті. Мейір сәулетші болып істеп, зейнетке шыққан екен. Енді өзі армандаған шығармашылықпен айналысуды ұйғарытты. Олар сабақтан соң бірге дәмханаға барып, өнер, өмір, армандар туралы әңгімелесетін болды. Ешқандай міндеттемесіз, жай ғана екі жақын жанның әңгімесі. Арада 1 жыл өтті. Саялы туған күнін Баян, Күнсұлу және емханадағы әріптестермен бірге атап өтті. Қонақтар кеткен соң, Баян екеуі қалып. Білесің бе, Саялы, мен сенмен мақтанам, деді құрбысы. Осыдан 1 жыл бұрын езіліп қирақ қалып едің, ал қазір өзіне қарашы. Сен бақыттысың ба? Саялы терезеге қарап ойланып қалды. Мен бақыттымын. Және ең қызығы не екенін білесің бе? Мен сол күнгі шкафтың ішінде болған оқиғаға ризамын. Егер Күнсұлу болмаса, егер мен сол әңгімені естімесем, әлі де алданып өмір сүре берер едім. Ал қазір менің өмірім нағыз шындыққа толы. Ол түнгі шаһардың шамдарына қарап тұрып, өзінің еркін, тәуелсіз әрі бақытты екенін сезінді. Бақдәулетті содан кейін көрген емес.
оның Маржанға үйленгенін, бірақ бақытты бола алмағанын, несиелердің астында қалып, күндіз түні жұмыс істеп жүргенін естіген. Бірақ оған деген бойында не ашу, не аяушылық жоқ. Тек салқын, бейтараптық қана қалды. Ол өз таңдауын жасады. Енді зардабын тартуда. Ал Саялы өз таңдауын жасады. Өмір сүруді, өзін жақсы көруді және әр күнін бағалауды таңдады. Және бұл таңдау ең дұрыс еді. Әңгіме осымен соңына жетті. Егер де ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпайық. Келесіде кездескенше.